Менің каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мынандай GPS бар, ақылды балаларға арналған сағатпен таныстырғым келіп отыр. Бұл сағаттың мінекей қорапшасы осындай. Өте қорапта арнайы мынандай сақтандырғыш, манағы сызбас үшін арнайы тіреуіштері бар. Сағат мынандай қорапқа салынады. Мінекей бұл дейтін балаларға арналған смарт сағаттар. Мінекей және қораптың ішінде қуаттағыш және отвертка ағылшын тілінде қалай жұмыс жасау керек сол жөнінде мәлімет берілген. Енді бұл бізге ағылшын тілін білмеген маңызды емес. Енді мына смарт сағат сапасы жағынан сапасы жақсы, өйткені манағы алған кезде экран қосып қарағанда, егер мынандай болып түгел экран жанып тұрса, бұл сапасы жақсы деген сөз. Және қолға тағатын жері мен мына жердің түсі бірдей түс болса, ол манағы оригинал деп қабылдауға болады. Яғни оригинал сағат. Сосын манағы қолдан жасалған сағаттар бар, сондықтан да осындай сағат алған кезде алданып қалмаңыз. Содан кейін осы сағатта қуаттағышы ұзын, ал кейбіреулерде қуаттағышы мынандай қысқа болып қалуы мүмкін, ол манағы подделкалар. Енді міндетті түрде сағаттың артында мынандай код болады, штрих-код болады. Бұның ішіне бұрандағышпен бұрап симка орналастырамыз. Микросимка сияды. Өзіңіз білесіз, Билайн пайдаланасыз ба, Актив пайдаланасыз ба, Теле2 пайдаланасыз ба. Енді біздер жолдасымыз екеуміз Билайн ұстағандықтан, біздер мұнда Билайн орналастырдық. Содан кейін ашып орналастырғаннан кейін бәрін бұрап тастайсыз. Содан кейін қосқан кезде мынандай болып, мына жерде міне Е деген тұр, міне интернет, міне қанша несі бәрі көрініп тұр. Содан кейін қуаты, батарейкасының қуаты, сағат, сосын уақыты, сосын воскресенье, суббота, соның барлығын түгел көрсетіп тұрады. Енді бұған қалай звондаймыз? Телефонға арнайы бағдарлама орнатамыз, сет-трекер. Онымен қалай жұмыс жасайтынын қазір алда көретін боласыз. Енді ол программа орнатылмай, сіз жұмыс жасай алмайсыз. Енді мына жерде SOS, яғни көмек. Одан кейін қасында зарядка қуаттайтын кезде тұратын жері. Сосын мына жерде айырып қосу. Сосын 1-2, мысалы папасы, мамасына звондауға болады, немесе SOS-пен де звондауға болады. Мысалы қазір звондап көрейік. Так, 2-ні басайық. Мінекей, мама деген сөз шықты. Мамасының телефон қашырылдайды. Мінекей. Мамасына звонок келді. Айырылды. Енді сіз телефоннан шыққан кезде, кәдімгідей соткадан шыққан кезде, кәдімгі соткамен қалай звондайсыз, солай шыға қоясыз. Мінекей, звонок түсті, алып жауап беруге болады. Болды міне. Ыңғайлы қойылған. Мысалы 2-де мамасы тұр, 1-де мен тұрмын, SOS-та да менің номерім тұр, әкесі, звондауға болады. Өте ыңғайлы. Осы мына артындағы штрих-код номердің басына енгізесіз. Содан кейін барып, арғай ашылады. Егер оны тіркемесеңіз, сіздің мына бағдарламамен жұмыс жасай алмайсыз. Мінекей, енді сет-трекер программасы
қосымшасымен қалай жұмыс жасау керек, соны қазір көрсетемін. Міндетті түрде осы сағатты алған кезде қорабына да мән беріңіз. Мына қорабы да сапалы, сағатты да сапалы. Сондықтан да сапасыз сағаттарды алып қалмауға тырысыңыз. Енді осы бағдарламамен қалай жұмыс жасауды көрсетейік. Мына сағатымызды жақсы сағатпен жұмыс жасау үшін бізге Play Market'тен SetReker деген арнайы қосымшаны жүктеп алуымыз керек. Оны сіз мына Play Market'тен жүктеп аласыз. Бұл қосымшаға кіргеннен кейін сізден телефонның артындағы штрих-код номерді енгізесіз, балаңызға берілген телефон номерді енгізесіз, өзіңіздің жолдасыңыздың телефон номерларын, пароль барын енгізіп алғаннан кейін сізге осы қосымша жұмыс жасауға ашылады. Яғни бұл қосымша голосовой сообщение, манағы дыбыстық хабарлама жіберу, бала қайда жүр, сосын денсаулық, отчеттар, яғни баланың қайда жүргенін 30 күнге дейінгі аралықтағы сақталады. Мысалы, кеше қайда барды, қай жерге дейін жүрді, бүгін түске дейін қайда жүрді, бәрін біліп отырасыз. Настройка, геозона, награда марапаттау, хабарламалар, будильник және сағатты қайдан тауға болады. Осындай функциялардан тұрады. Енді бірінші мына функция где ребенок, яғни бала қайда жүр, соны біліп көрейік. Қазір сағат қызымыздың қолында тағулы. Мінекей, мынандай карта түрінде де көрсетуге болады, немесе спутник түрінде де қарап көрейік. Қазір міне біздің 11-ші үй, қызыл белгімен тұрған біздің қызымыздың жүрген жері. Яғни GPS сағат бойынша баланың қайда жүргенін білуге болады. Қазіргі таңда үйдің алдында ойнап жүр. Мінекей, үйлер барлығы түгел қайда жүргені осы қызыл смайлик жанып тұрады. Егер 10-шыдан үйге барса, мына жердегі 6-шы үйге барса да барлығы түгел көрсетіп тұрады. Және үстінде қолындағы сағаттың батарейкасы қуаты қанша қалды, 86% көрсетіп тұр. Жаман емес, кешке дейін ойнауға жетеді. Яғни жақсы пайдаланса, көп звондай бермей 3 күнге толық жетеді. Мінекей, қазір уайымдамауға болады. Міне үйдің пәтердің ішіне кірген. Қазір осы жерде осыны қарауға болады. Міне, бұл қазір қайда жүргенін білуге болады. Осы қосымшадағы тағы бір бөлім ішіндегі манағы отчеты деп аталады. Бұл сіздің балаңыздың кеше қайда болды, алдыңғы күні 30 күнге дейін есебі сақталады. Балаңыздың қайда жүргенін білуге болады. Мысалы, 7-ші қазан сағат 1-ден 3-ке дейін қайда болды. Спутникқа қояйық. Маршрут қазір бізге шығарып береді. Московский көшесімен жүріп кетіп бара жатыр. Яғни сол күні біздің қызымыз мектеп оқушыларымен бірге Қазақ драма театрында спектакль көруге барды. Міне Алмазов көшесіне түсті. Так, достық. Міне мына жерге дейін барған. Яғни біздің сұраған уақытымызды көрсетіп берді. Мінекей. Достық Дружба даңғылымен Қазақ драма театрына дейін келген. Мінекей. Қазақ драма театрына дейін ішкі істер департаментінің үстімен өткен. Бағанағы кері айналып келе жатырғандағы біздің сұраған сағаттың уақытымыз қай жерде уақытты көрсеттің, сол уақытқа дейін көрсетеді. Мінекей. Шіркеу, мына барлық жүрген түгел жолдары. Осы аралықта мына мектептері, мектептің алдынан, яғни оқушылармен театрға барылған жолы көрсетіліп тұр. Осылай барлық жолын көруіңізге болады. Функциясы мына геозона. Бұл геозона өзіңіздің арнайы аймақты белгілеп қоясыз. Мінекей, спутникке қояйық. Мысалы, біздер мына аймақты көрсетіп қойдық. Егер бала осы аймақтан шығып кеткен жағдайда сізге деген SMS келеді. Балаңыз осы аймақтан шығып кетті деген. Сол уақытта балаңызбен сөйлесіп, кері қайтуын немесе қайда жүргенін біліп
бірден байланысқа шығуға болады. Яғни осы аймақтан шықса бізге хабарлама келеді, қызыңыз балаңыз осы жақтан шығып бара жатыр деген. Міне біздер осы Жаңаорда ауданын түгел аймағын алып қойдық жолға дейінгі. Бір бөлім манағы настройкаға кірейік. Настройкада манағы бірінші сос, сіз осы жерге мамасының папасының номерін жазып қоясыз. Соған балаға бір көмек керек болған жағдайда өзінің сағатындағы состы басады, сізге бірден звоноктар, хабарламалар түседі. Одан кейінгі обратный звонок, бұл обратный звонок сіздің манағы кері балаңыздың қазір кіммен сөйлесіп жатыр, қасында кім жүр, соны білуге болады. Қазір байқап көрейік. Міне жібердік. Бұны жіберген кезде баланың қолындағы сағатта ешқандай белгі байқалмайды. Ол ештеңе сезбейді, бірақ сіз оның ан жақтағы жағдайын білесіз. Мінекей, бізге звонок келді. Тыңдап көрейік. Міне қасында қыздармен күліп, қасында қыздармен отырып сөйлесіп отырғаны, күліп отыр, бәрі жағдайы жақсы, уайымдамауға болады. Мінекей осылай айырып тастаймыз. Содан кейін ішінде манағы телефонный книга, манағы 10 номерге дейін сақтауға болады. Сосын уақытты белгілейсіз, сосын тілді ауыстырасыз. Содан кейін манағы где найти, бұл яғни сағатты қайдан табуға болады. Егер үйге шешіп қойғаннан кейін сағатты қайда қойғаныңызды білмесеңіз, манағы где найти деп бассаңыз, сағат шырылдап сізге қайда тұрғанын белгі береді. Будильник кәдімгі 3-ге дейін қоюға болады. Мінекей, бір рет шырылдайды, 2 рет шырылдайды, өзіңіз қоясыз, балаға дыбыс береді. Мына сообщение, бұны үйден өзіңіз қарап отырасыз. Яғни бала мысалы бүгін 10 күні осындай уақытта мысалы геозонадан шығып кетсе, сізге осындай хабарламалар келеді. Мына бүгін 14:40-та сигнал сос берген, сосын датчикті қолынан шешкен, қайта таққан, сосын батарейкасының түсіп кеткені туралы мына осындай хабарламаларды көруге болады. Қалған енді мына здоровье, денсаулық, бұл функцияны көп пайдаланып жатқан жоқпыз. Манағы осы 9 күні мысалы қанша қадам жасады, қанша метр жүрді, қанша калория жақты, манағы баланың салмағын, қадамын есептеп саласыз, сонда осы бағдарлама жұмыс жасайды. Бірақ енді бұны көп пайдаланып жатқан жоқпыз. Мінекей, барлық қарапайым түрі осындай, ешқандай қиындық жоқ. Осы бағытпен жұмыс жасап, қадағалап, балаңызды қайда жүргенін бәрін біліп отырасыз. Өте ыңғайлы, өте қолайлы, бізге қызымызға өте ұнайды. Мінекей, балаларыңыз аман болсын, әрдайым өздеріңіздің көз алдарыңызда бақылауда болсын, қайда жүргенін әрқашан біліп жүріңіз, өйткені қалалық жерлерде бұл бізге өте керек. Тағы айтып кетемін, бұнда менің Билайн операторын ұялы телефон пайдаланып отырмын. Қанша единица балаңызда бірлік қалғанын, оны өзіңіз анықтап отырасыз. Біз қазір осы мінекей